Қазір бізде қазақ тілі сабақтың тақырыбы саған есім. Осы сабақтағы қол жеткізілетін оқу мақсаттарымыз: сөз таптарын сұрақ қою арқылы ажыратамыз, сөйлемдегі сөздердің байланысын анықтаймыз. Балалар, мочақтар тізбегі арқылы сөз таптарын есімізге түсірейік. Дұрыс айтасыңдар. Зат есім: кім, не; етістік: не істеді, қайтеді; сын есім: қандай, қай; сан есім: қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді екен. Жарайсыңдар. Балалар, осы сөз таптары арқылы біз өлең, әңгіме құрай аламыз, Олай болса, мәтіннің түрлеріне қараймыз. Қандай мәтін түрлері бар еді? Ойланамыз. Дұрыс айтасыңдар. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні. Балалар, енді мына өлеңге назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқимыз. Жетелесіп, қолдасып, шықтық сейіл серуенге. Қырқан асып, жондасып, жүрдік егіз өрменде. Ауыл қалды жырақта, жолымызды жазбадық. Аунап жасыл құраққа, тау қойнауын шарладық. Балалар, өлең не туралы? Қандай тақырып қоюға болады? Жарайсыңдар. Серуен туралы екен, балалар? Олай болса, өлеңге серуен деп қойсақ болады екен. Балалар, осы өлеңдегі сейіл, еңіс, жырақ деген сөздердің мағынасын түсініп алайық. Сейіл дегеніміз ол көңіл көтеру, дем алу екен. Ал еңіс дегеніміз төменгі жақ. Жырақ деген алыс шет екен. Мына балалар, біздің балаларымыз ауыл шетіндегі тау етегіне серуенге шығыпты. Олар көңіл көтеріп, күндерін жақсы өткізіпті. Балалар, бұл өлең сипаттау ма, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Дұрыс айтасыңдар. Бұл әңгімелеу мәтіні екен. Балалар, мына санамақ өлеңіне назар аударайық. Бұл жерде бізге, балалар, өрнектер берілген екен. Сол өрнектердің мәнін табатын болсақ, біз санамақ өлеңнің толық нұсқасын оқи аламыз. Ал 20-дан 19 азайтамыз. Дұрыс. 1, 12-нің 6-ға бөліндісі, 2, 3-тің 1-ге көбейтіндісі, 3. Жарайсыңдар. Оқимыз. 1, 2, 3, ал кәнекей ұш. Жарайсыңдар. Келесі екінші жолға назар аударамыз. 12-ні азайтамыз 8-ге, 4. 25-тің 5-ге бөліндісі, 5. 2-нің 3-ге көбейтіндісі, 6. 28-дің 4-ге бөліндісі, 7. 4, 5, 6, 7. Мынау ауыл шеті. Келесіге қараймыз, балдар. 4-тің 2-ге көбейтіндісі, 8. 4-тің 5-ге қосындысы, 9. 5-тің 2-ге көбейтіндісі, 10. Жарайсыңдар. 8, 9, 10. Ал кәнекей қон. Балалар, осы санамақтың енді толық нұсқасын оқып, дәптерімізге сан есімдерді сөзбен жазып, көркем етіп көшіреміз. Жарайсыңдар. Балалар, енді жаңылтпашты жатқа айтып көрейік. Ала көл, тара көл, ала көлді қара көр, ала көл, мөлдір көл. Балалар, жаңылтпашты жаңылмай айтуға тырысамыз. Бұл жаңылтпашта қандай көл туралы айтылып жатыр екен? Балдар, дұрыс айтасыңдар. Ала көл туралы айтылып жатыр екен, балдар? Міне бұл жерде біз қандай сөз табын көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, балдар. Сын есіме мөлдір дейді. Қандай көл екен? Мөлдір көл екен. Жарайсыңдар, балдар. Олай болса, мына бейне
роликке назар аударайық. Алакөл. Алакөл Қазақстандағы Алматы және Шығыс Қазақстан облысының аумағында орналасқан тұйық көл. Алакөл емдік қасиеті өте мол қоймасы. Көл суы минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық элементтерге бай. Және медициналарда дәлелденген денсаулыққа пайдасы өте көп. Алакөлдің ұзындығы 104 км, ені 52 км болса, тереңдігі 54 метр. Кеңес кезінде Алакөлге кеңестік ғарышкерлер мен алпауыт елдердің ғарышкерлері бойындағы радиациялардан осы көл арқылы арылатын. Алакөлдің суы тұзды болғандықтан тыныс алу мен сүйек бұлшық жүйке жүйесі аурулары мен тері ауруларынан айықтыратын қасиеті бар. Және де судың құрамында Менделеев кестесінің элементтері көп кездеседі. Алакөлде мекен ететін балықтардың түрі өте көп кездеседі. Мысалға, сазан, көксерке, алабұға сияқты балықтар мекен етеді. Ол жерде 60-тан астам құстың түрлері болады екен. Және де бір аңызда ертеде Шыңғысхан қатты жараланып, қансыраған әскерлерін осы Алакөлдің суына бір айдай шомылдырып емдетіпті деген аңыз бар. Сау болыңыз. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Көміркенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз дейді. Асқар неше жаста? Атасы қанша жаста? Асқар нешінші сыныпта оқиды? Жарайсыңдар. Асқар 7 жаста. Атасы 80 жаста. Асқар 2-ші сыныпта оқиды. Жарайсыңдар. Балалар, осы жерде біз сан есімнің қандай түрлерін біліп тұрмыз? Есептік және реттік сан есімдер. Ал реттік сан есімдер қалай жасалады? Дұрыс, балалар. Есептік сан есімге жұрнақ жалғану арқылы жасалады екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Суреттер арқылы ребус шешеміз. Ребусты дұрыс шешетін болсақ, біз мақал мәтелді оқи алады екенбіз. Ал кәні бастаймыз. Дұрыс, балдар. Ел құлағы елу. Жаздың бір күні қыстың 1000 күнін асырайды. Жарайсыңдар, балдар. Бұл мақал мәтелде құрастыруда біз сөз таптарын қолдандық. Балдар, сөз таптарын есімізге түсіріп, ережелерін қайталап, жаттаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.